Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ең дәмді пицца жасайтын боламыз. Ол үшін біз жылы, тіпті ыстықтау су алуға да болады. Жылы судың үстіне тұз қосамыз, қант қосамыз, және де дрожж қосамыз да. Жақсылап араластырамыз. Енді біз оның үстіне жарты стакандай сұйық май қосамыз. Және де бұны да жақсылап араластырып аламыз. Енді біз оған ұн қосып қамыр илейміз. Онда аз-аздан қосып отырамыз. Мінекей достар, бізде осындай қолға жабысатындай қамыр шығады. Енді біз бұны көтерілуге 1 сағатқа қойып қоямыз, жылы жерге. Мінекей достар, біздің қамыр дайын. Енді біз оның ортасынан бөлеміз. Достар, енді біз бір күлшемізді алып, өсті противнға қойып аламыз. Астын майлап алу керек, және де қолды майлап алу керек, себебі біздің қамырымыз жабысқақ. Енді біз оның бетіне соус жағып аламыз. Мен томатная паста мен майонезді араластырып алдым. Мінекей соусын жағып алдық. Енді біз оның үстіне үйіңізде не бар, соның бәрін себе береміз. Достар, енді біз оның үстіне күштен өткізілген сырды сеуіп аламыз. Енді біз оны 250 градуста 15 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің пиццамыз дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер де сіздерге ұнаса, лайк басып арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Астамды болсын, сау болыңыздар.